Нұржан бірінші сұрағыңды қояды. Сіздің аты жөніңіз? Қаламбаева Мархаба апа. Жасыңыз нешеде? Жасым 79-да. Мамандығыңыз? Экономист. Өзіңіз туралы қысқаша айта кетіңіз. Өзім 1947 жылы туылғанмын Қытай Халық Республикасында. Содан 9 жасымда осы жаққа келгенбіз, ата-анамыз бәріміз. Содан бері Қазақстанда тұрып жатамыз. Мынау Талдықорған облысы дейді, бұрынғы Талдықорған облысы. Қазіргі Жетісу облысы болды ғой. Сол жерде Сарқант деген аудан бар. Сол Сарқанттың өзінен мен, сол Сарқанттағы Абай атындағы Қазақ орта мектебін бітіргем 66 жылы. Содан жаңағы 20 жасымда Алматыға келіп, осы жақта халық шаруашылық институтына 67 жылы түсіп, соны бітіріп шықтым 73 жылы. Содан экономист мамандығымен бітіріп шықтым. Содан қалада үлкен бір фирмада сауда қызметкері болып істегем. Одан мен бұл жаққа Бұрындайға келген себебім, мен бұл жаққа келін болып түстім Бұрындайға. Ол кезде Бұрындайда қазақтар аз ғана болатын. Онда бөлінетін кірпіш заводы, қант заводы, аэропорт. Осы үш жаңағы мекеме болған ол кезде. Автобаза жаңа құрылған. Қалған мекемелер жоқ болатын. Сол кірпіш заводын жақта, сол жақта тұрып, жаңағы 79 жылы кірпіш заводына ауыстым қаладан. Сонымен кірпіш заводында 36 жыл жұмыс істедім. Мынау үй-жай шаруашылығын басқардым 25 жыл, 2 жыл бухгалтер болдым. Қалған 10 жылда кәсіподақ ұйымының басшысы болдым. 1200 адам істеді заводта, өте көп адам істеді бізде кірпіш заводында. Ал енді жолдасым ұшқыш, осы мына 17-ші мектепті бітірген, өз кезінде 56 жылы бітірген, Краснокутск летный училищені бітірген. Содан Россияда, Түркменстанда жұмыс істеп, кейіннен осы жаққа ауысып, 70-ші жылдан бастап, сол біздің Алматы аэропортында істеді. Жаңағы бірінші дәрежелі ұшқыш, 26-ші съездің делегаты, Қонаев атамызбенен 18 күн Кремльдер сарайында бірге болып келген кісі. Ол кісіні айта кетпестен болмайды, өйткені сол кісіге байланысты ғой менің мұнда келгенім. 3 орден алған адам, Қазақ ССР-на еңбегі сіңген транспорт қызметкері және Ерамасов атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болған ол кісі. 81 жасында қайтыс болды. 2 балам, бір балам қайтыс болып кетті. 2 балам да 17-ші мектепті бітірген. Қызым 17-ші мектепті алтын медальмен бітірген 92 жылы. Ол да нархозды бітірген. Қазір басында Каспий банкінде істеп, жұмысын бастап, қазір 14 жыл болды, 15 жылға кетті. Үлкен компания бар, Золото Ломбард деген, сонда жаңағы бас маман есепші. Енді осы 2 жыл болды, сол компания Ташкент қаласына компаниялар өздерінің филиалдарын ашып, сонда 2 жыл болды директор болып істеп жатыр сол жақта. 2 немерем бар, екеуі де қазақ мектебін бітірген, Мүсірепов атындағы қаладағы. Жаңағы екеуі де институт бітірді. Үлкені 27 жаста энергетический институт бітірген, айтишник. Кішісі предпринимательство, бизнес дегенде бітірген. Өзінің жеке кішкене кәсібі бар, екеуі үйленбеген балалар. Үлкен немерем, айта кетейін дегенім, 19 жасында Америкаға барып, 4 ай болып келді. Программаменен барып, студент кезінде сол жаққа болып келді. Содан біраз өзі тәжірибе алып келді, сол жаққа барып. Қазір енді
үлкен бір компанияда жаңағы IT маманы болып жұмыс істеп жатыр. Сіз Мынау ненің завод туралы айтсам, 28 жылы жаңағы құрылды деп отырсыздар ғой, Борылдай ауылы. Оның енді жаны бар. Темір жол 26 жылы келсе, сол жылы сол темір жолдың заводы болған бұл. Мына завод, кірпіш заводы, темір жолдың заводы болған, соған байланысты келіп. Сонда біздің бұрындайда бірінші құрылған өнеркәсіп орны ол осы кірпіш заводы. Өйткені анау Кіші Алматы өзені ағып жатыр, соның ар жағында жар бар ғой. Сондағы топырақ сугульник деп аталады. Сол сугульник топырақ бұл ең жаңағы кірпішке маңызды топырақ, основасы содан болады бұның. Және қоспалары бар оның. Сондықтан да сол жерде қолмен кірпіш құйған басында. Одан кейін барып, енді кейіннен ғой, соғыстан кейін механикаға көшкен. Менің жолдасымның әке шешесі Шудың кірпіш заводынан бұл жаққа жолдамамен келген. Жолдамамен келіп, 37 жылдан бастап осы кірпіш заводында істеп, атам да, енем де, қайнағам да, соғысқа қатысқан қайнағам, партизан кісі болған. Үшеуі де осы кірпіш заводында істеп, бірақ жазуменен, жаңа еңбек кітапшасында, басқа жерде істемеген. Сол бірақ жазуменен сонымен ғана пенсияға шығып кеткен адамдар. Басқа жерде істемеген адамдар. Ол көшенің аты қандай аталды? Содан кейін бұл кірпіш заводына осылар 29-шы келіп, жаңағы жұмыс істеп жатыр ғой. Содан соғыс біткеннен кейін 55-ші жылдары, 54-ші жылдары кірпіш заводы жер бере бастаған, үй салуға. Ал оған дейін мен өзім келін болып түскенде 72-ші жылы. Бұл жерде өзі 12 барақ болған. Тек барақтар. Ұзын барақ, мына жақта 10 есік, мына жақта 10 есік. Сол барақтарда тұрған жұмысшының барлығы. Содан жер бере бастағанда ең бірінші көше, ең бірінші жер бұрындайда Школьная көшесі деп атайды, қазір дегенің басқа деп ауысыпты ғой, Школьная көшесі. Сол Школьная көшесінде менің ата-енем үй салған. Ол көшеде 37 үй болған. 37 үйдің біреуі қазақ, біз. Мен Бөкедегі ағы болған. 6 орыс семьясы тұрған, 2 қазақ семьясы, 6 орыс семьясы, 28 неміс семьясы тұрған. Жаңа көшеде. Школьная. Бірінші көшеміз біздің бұрындайда салынған. Менің өзімнің келін болып түскен көшем сол. Әлі бар ол көше. Әлі бар ол көше, иә. Әне оны асфальттады ғой, айғайлап жүріп, асфальттаттық. Шамшырақ деп қойыпты. Деп, сонан сөрде тұрғындар айтады ғой, бұрыннан тұрғындар. Неге сіздің күйеуіңіздің атын бермеді, атақты ұшқыш еді, осы көшеде өсіп еді. 1 жасында келген, 6 айында келген ғой, 6 айында. Сол 6 айынан 81 жасына дейін осы бұрындайда тұрған кісі ғой енді. Жаңағы ұшқыштың оқуын бітіріп, 17-ші мектепті бітіріп деген сияқты. Деп жатыр. Мен айтамын, енді қазір заман солай, енді кімнің атын бергісі, соны береді ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Біз енді тұрғылықты тұрғынымыз. Мен бұл жаққа келін болып түскенде, осы сол жақта кірпіш заводта 6 семья болатын қазақ. 6-ақ. Мына Сахарный жақта, сіздер жақта, мына жақта 5-6 тоже. 10 семья болатымыз ғой. Қалғаның бәрі неміс пен орыстар болған. Сол Школьный көшесінен кейін Ломоносова көшесі берілді. Тура соның жанында заводтың көшесі, заводтың. Ломоносова көшесі берілді. Ломоносова көшесінде 36, 37, 38 үй бар. И оның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 үй заводтың салған үйлері. На два хозяина дейді ғой, бір жағында бір адамдар тұрады, бір жағында бір адамдар. Сол көше ол енді 60-шы жылдардан кейін берілген жаңа Ломоносова көшесі. Әлі Ломоносова болып тұр ғой, ол өзгерген жоқ енді. 1960 жылдан бері. Иә, сол жылдардан бері сол жерлерге жаңағы кейбіреулер үй салған, а негізінде жаңағы 8 үйді заводтың өзі салған. Коттедж дейміз ғой, екі жағында тұратын адамдар. Біздің заводтың адамдар тұрған. Содан кейіннен барақтар бұзылды. Одан тарихта қозғайтын болсақ, сөйтіп
кірпіш заводы жүріп атты, солай барақта адамдар тұрып атты. Мен 72-ші жылы келгенде бірде этажды үй жоқ болатын бұрындайда. Тек қана 63-ші жылы салынған Ломоносова 8, Ломоносова 10, Ломоносова 12 деген 2 этажды 16 пәтерлі 3 үй ғана болған, ол 63-ші жылы салынған. Қалғанның бәрі барақ болған. Енді мынау қант заводы бар ғой. Қант заводы ол 1942 жылы соғыс кезінде Украинадан көшіріліп алып келген завод. Өздерінің біраз жұмысшыларымен, жаңағы не дейміз ғой, специалистер дейміз ғой, солармен көшіп алып келген. Сол 42 жылдан бастап жұмыс істеп, енді жаңағы кеңес үкіметі құлағаннан кейін әрі жекешелендіріп алғанда көріп отырсыңдар, барлығы бітті. Біздің қазір кірпіш заводы кірпіш шығармайды, бірақ ол жерде 3-4 жаңағы ұсақ кәсіпкерлер өздеріне жасап алған, жұмыс орындарын жасап алған. Бір жерінде жаңағы көмір сатады, бір жерінде СВХ жасап қойған, бір жер емес, 2-3 жерінде СВХ. Ана жерде пойыз келеді ғой, тупик. Сондықтан да сол келген товарлардың бәрі сол кірпіш заводында сол жерде жаңағы